Баршаңызға сәлем, менің берекелі асханама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын, керемет болып шығатын пончикке дайындап шығарамыз. Ол үшін 250 грамм сүтіміз қажет. Қантымызды саламыз 90 грамм, жақсылап араластырып, үстіне 10 грамм дрожжымызды салып, бір штук жұмыртқамызды шағып, жақсылап араластырамыз. Одан майымызды саламыз, сливочный 50 грамм. Жақсылап араластырғаннан кейін електен өткізілген ұнымызды саламыз. Ұнның барлығын салмай, ұнды 2-ге бөліп саламыз. Мен 500 грамм ұн салып жатырмын. Жақсылап араластырып, тестамыз жұқа болып шығу керек. Бетін жауып, қазір 1 сағатқа қойып қоямын. Сәл ұлпаларды себіңкіреп, еленкіреп қоямыз. Бір сағаттан кейін әдемі болып көтеріледі. Неге пончигіміз кішкене әдемі болып көтерілді. Жақсылап жайып, өте жұқада етпей жайып шығамыз. Ұлпаны себіңкіреміз, өйткені тестам өте бос болды. Жұмсақ, әдемі болып шықты. Осылай банканы алдым да, осылай жасадым. Сіздер өз еркілеріңізде үлкен етесіздер ма, кішкентай етіп жасап шығасыздар ма? Осылай дайындап алдым. Мінекей осылай ортасын тесіп дайындап аламыз. Қазір пончигіміз әдемі болып көтеріліп піседі. Майымызды қыздырып, осылай қуыра бере бәріміз. Мен мына жақта шоколадымды сливочный масло қойып, ерітіп алдым. Жақсылап қуырып аламыз, екі бетін қып-қызыл етіп. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады, балаларыңыз қуанып қалады. Осы астына сұну үшін астына салфетка қойсаңыздар болады. Екіншісін салдым. Пончикелеріміз дайын болып жатыр. Мінекей пісіріп алдым. Шоколадымды майға қосып, ерітіп алдым. Осылай жасалу жолы оңай, оп-оңай. Соңына дейін қараған болсаңыздар, комментарияға лайк, комментария жазып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер болады. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахметімді айтамын. Неге осылай шоколадтарымызды жағып, балалар өте қуанады. Балаларыңызға жасап берсеңіздер болады. Жүрекшеден де алдым, балаларға қызық болсын деп. Осылай жасасаңыздар болады.
менімен болғандарыңызға көп рахмет.